Қарашаның суық та сұрғылт таң еді. Ауыл шетіндегі ескі үйдің ауласында 72 жастағы Сейітжан ақсақал үнсіз тұрды. Қолында өмір бойы бірге болған ағаш таяғы, жанында ескілеу ғана жол сөмкесі. Ол дәл осы үйді 40 жыл бұрын өз қолымен тұрғызған еді. Әр кірпішін өзі қалап, әр бөлмесіне үмітін, еңбегін, армандарын сіңірген. Сол үйде жалғыз ұлын өсірді. Сол үйде өмірлік жары Күләшпен бірге талай қуаныш пен қиындықты бастан өткерді. Бірақ бүгін сол үйден өзі кетіп бара жатыр. Есіктің алдында тұрған ұлы Нұрланның жүзі суық еді. Әке, ренжімеңіз, бізге де өмір сүру керек. Үй тарлық етеді. Сізге қарттар үйінде жақсы қарайды. Сейітжан ақсақал үндемеді. Бір сәт ұлының көзіне қарады. Сол көзден баяғы мейірімді кішкентай баланы іздегендей болды. Бірақ көргені бөтен адамның жанары ғана. Балам, мен сенен үй сұрап тұрған жоқпын. Үйдің бір бұрышында ғана отырайын. Немерелерімнің күлкісін естіп жүрсем болды. Нұрлан ауыр күрсінді. Әке, бұл мәселені қанша айттық? Әйелім де қарсы. Ұрыс керістен шаршадым. Сол сәтте келіні Айман есіктен шығып, тағы басталды ма, көлік күтіп тұр, кешігіп қаламыз деді. Оның даусында ізеттен гөрі асығыстық басым еді. Сейітжан ақсақал ештеңе демеді. Тек үйдің қабырғасына бір рет қолын тигізді. Күләш, көрдің бе? Өзіміз салған үйден өзім кетіп барамын. Көзінен бір тамшы жас сырғып түсті. Қарттар үйіне апаратын жолда Нұрлан бір ауыз сөз айтпады. Әкесі де үнсіз отырды. Бір кезде көлік аудан орталығына жеткенде Сейітжан ақсақал жай ғана тіл қатты. Балам, көлікті тоқтатшы. Не болды? Осы жерден өзім түсемін. Әке, қайда барасыз? Уайымдама, сенің алдынан енді шықпаймын. Нұрлан үнсіз көлікті тоқтатты. Сейітжан ақсақал сөмкесін алып баяу ғана түсіп қалды. Ұлы бір сәт ойланып тұрды да көлігін жүргізіп кетті. Әкесі артынан қараған жоқ. Күн кешкіріп жаңбыр сіркірей бастады. Аялдамадағы ескі орындықта отырған қария тоңа бастады. Қалтасында аз ғана ақшасы бар, баратын жері жоқ. Айналасынан жүздеген адам өтті. Бірі телефонға үңілген, бірі асығыс. Бірі қарияға бір көз тастап қайта бұрылып кетті. Ешкім тоқтамады. Сейітжан ақсақал басын төмен түсіріп отырды. Мына өмірде адамға қартайған кезде ең ауыр нәрсе жалғыз қалу екен. Дәл сол сәтте аялдаманың қасына ескі шағын жүк көлігі келіп тоқтады. Көліктен 27-28-дер шамасындағы қарапайым киінген жігіт түсті. Ол қарияға жақындап, «Ассалаумағалейкум ата, жаурап отырсыз ғой, жағдайыңыз жақсы ма?» деп жылы жымиды. Сейітжан ақсақал басын көтеріп жігіттің жүзіне қарады. Сол сәтте көптен бері көрмеген шынайы мейірімді алғаш рет сезінді. Үдей түсті. Суық жел аялдаманың шатырын сықырлатып тұрды. Жігіт қарияның шаурап отырғанын көріп, күртесінің түймесін ағытып, «Ата, тоңып қалған сияқтысыз. Жүріңіз, алдымен жылы шай ішіп алайық» деді. Сейітжан ақсақал басын шайқады. «Рахмет балам, менде аздап ақша бар. Өз күнімді өзім көремін. Ақша туралы ойламаңыз. Мен сізді танымасам да, сіз біреудің әкесісіз. Мен әкемнен ерте айырылдым. Егер менің әкем осындай жағдайда отырса, біреу көмектессе екен деп тілер едім». Бұл сөз қарияның жүрегіне жетті. Көз алдына ұлы Нұрлан елестеді. «Мен де біреудің әкесімін, бірақ өз балама керек болмай қалдым» деген ой жүрегін шымырлатты. Жігіт қарияның қолындағы ауыр сөмкені үнсіз алып көлігіне қойды. «Атың кім балам?» «Атым Арман». «Жасың нешеде?» 28-демін. «Үй ішің бар ма?» «Анам бар, жұбайым мен 4 жасар қызым бар. Бай емеспіз, бірақ бір үзім нанымызды бөлісуге тырысамыз». Арман қарияны шағын дәмханаға алып кірді. Ыстық бауырсақ пен қою шайға тапсырыс берді. Дәмхана іші жылы еді. Сейітжан ақсақалдың тоңған қолдары дірілдеп тұрды. «Ата, ыстық шайдан ұттаңыз». Қария кесе ұстаған қолын әзер көтерді. «Балам, неге маған осынша жақсылық жасап жүрсің?» Арман күлімсіреді. «Себебі ертең мен де сіздің жасыңызға келемін. Адам бүгін не ексе, ертең соны орады». Сейітжан ақсақал үнсіз қалды. Шайды ішіп болған соң Арман, «Енді қайда барасыз?» деп сұрады. Қария ұзақ үнсіз отырды. Сосын жай ғана, «Баратын жерім жоқ». Арман бір сәтке қатып қалды. «Туыстарыңыз ше?» «Бар». «Онда неге?» Сейітжан ақсақал ауыр күрсінді. Кейде туғанынан бөтен жақын болады екен. Осы бір ауыз сөздің өзінен ақ Арман бәрін түсінді. Артық сұрақ қойған жоқ. «Ата, егер қарсы болмасаңыз, біздің үйге жүрміз». «Жоқ балам, сенің отбасыңа масыл болмаймын». «Масыл емессіз, мен анамнан сұрамай-ақ білемін. Ол сізді қуып шықпайды». Қария тағы да бас тартпақ болды. Бірақ Арманның шынайы көңілі оны тоқтатты. Жарты сағаттан кейін олар қала шетіндегі шағын ғана үйдің алдына келді. Үй ескі болғанымен ауласы таптаза екен. Есікті ақ жаулық таққан 60-тан асқан әйел ашты. «Арман, келдің бе балам?» Арман күлімдеп, «Апа, қонақ ертіп келдім».
Әйел қарияға бір қарап, ештеңе сұрамастан, «Ассалаумағалейкум аға, үйге кіріңіз, дала суық қой» деді. Сейітжан ақсақалдың тамағына өксік тығылды. Өз үйімнен қуылдым, ал бөтен үйдің есігі маған айғар ашылды. Ол үнсіз ғана ішке кірді. Бірақ дәл сол сәтте үйдің екінші бөлмесінен бір әйелдің даусы естілді. «Арман, бұл кісі кім?» Сейітжан ақсақалдың жүрегі тағы да шым ете қалды. «Мені қабылдамай қойсашы». Сейітжан ақсақалдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол тағы да біреуге артық адам бол көрнем бе деп қауіптенді. Ас үйден шыққан жас келіншек Арманның жұбайы Айнұр еді. Қолында алжапқаш, жүзінде таңданыс бар. «Арман, бұл кісі кім?» деп жай ғана сұрады. Арман сабырмен жауап берді. «Жолдан кездестірдім. Аялдамада жаңбырдың астында жалғыз отыр екен. Баратын жері жоқ». Айнұр үнсіз қарияға қарады. Бірнеше секундқа созылған тыныштық Сейітжан ақсақалға сағаттай ұзақ көрінді. Ол баяу орнынан тұрып, «Қызым, уайымдама. Қазір-ақ кетемін. Сен дедің мазаларыңды алмаймын» деді. Сол сәтте Арманның анасы сөзге араласты. «Аға, қайдағын айтпаңыз. Бұл үйден ешкімді қуып шықпаймыз». Айнұр да күлімсіреп, «Ата, кешіріңіз. Мен тек кім екенін сұрадым. Үйге қош келдіңіз. Қазір ыстық тамақтайын». Сейітжан ақсақалдың жанары жасы орап кетті. «Қызым, рахмет». Дастарханға қарапайым ғана ас қойылды. Ыстық сорпа, жаңа піскен нан, шай. Арманның 5 жасар қызы Әмина қарияның қасына келіп отырды. «Ата, сіздің атыңыз кім?» «Сейітжан. Мен сізді ата деп айтсам бола ма?» Қарияның жүрегі шым ете қалды. Өз немерелері бірнеше айдан бері хабарласпаған еді. Ал мына кішкентай қыз оны алғаш көріп-ақ ата деп отыр. «Әрине айналайын». Қыз қуанып кетіп, «Енді сіз бізге ертек айтасыз ба?» Үй ішін күлкі көрінеді. Сейітжан ақсақалдың жүзіне көптен бері көрінбеген күлкі ұялады. Түнде Арман оған өз бөлмесін бермек болды. «Жоқ балам, мен еденге жата саламын». «Олай болмайды ата, сіз біздің қонағымыз». Қария көп қарсыласқанымен Арман көнбеді. Жатар алдында Сейітжан ақсақал терезенің алдына барып ұзақ тұрды. «Қандай қызық өмір. Өз қанымнан туған балам үйінен қуып шықты. Ал бөтен адамдар төріне шығарды». Көзінен тағы да жас сырғып түсті. Ертеңінде таңертең ол ерте оянды. Аулаға шығып қараса, қораның қоршауы құлап жатыр екен. Арман жұмысқа кетуге дайындалып жүр. Сейітжан ақсақал үндеместен балғамен шеген алып, қоршауды жөндей бастады. Арман байқап қалып, «Ата, қойыңызшы, сіз демалыңыз». «Жоқ балам, еңбек еткен адам ешқашан бөтен болмайды». Түске дейін қоршау жаңарып шыға келді. Арман таңғалып, «Ата, қолыңыздан бәрі келеді екен ғой». Қария жымиып, «Балам, мен жас күнімде құрылысшы болдым. Осы қолмен талай үй салдым». Осы сөзді естіген Арманның анасы ойланып қалды. «Демек, өз үйіңізді де өзіңіз салған шығарсыз?» Сейітжан ақсақалдың жүзі бірден мұңайып кетті. Ол төмен қарап, «Иә, өз қолыммен салдым». «Ендеше неге ол үйде тұрмайсыз?» Қария үнсіз қалды. Үй ішін ауыр тыныштық басты. Бірнеше секундтан кейін ол жай ғана, «Өйткені сол үй енді маған тиесілі емес». Арман мен оның отбасы бір-біріне қарап қалды. Олар бұл оқиғаның артында өте ауыр сыр жатқанын енді ғана сезіне бастады. Үй үшін үнсіздік жайлады. Арман қарияға қарады. Оның жүзіндегі мұң жай ғана өкініш емес, жүрекке қатқан жара екенін сезді. «Ата, егер айтқыңыз келмесе сұрамаймыз», деді ол жайлап. Сейітжан ақсақал бір кесе шайды қолына алды. Дірілдеген қолымен кесені үстелге қайта қойды. «Жоқ балам, ішімде сақтап жүргеніме де көп болды. Бәлкім айтып жеңілдеп қалармын». Ол терең күрсінді. «Менің жалғыз ұлым бар, аты Нұрлан. Анасы екеуміз оны алақанымызға салып өсірдік. Өзіміз жемесек те соған жегіздік. Өзіміз кимесек те соған кигіздік. Оқыттық, үйлендірдік». Арманның анасы үнсіз тыңдап отырды. Кейін ұлым үйді өз атына аударып беруді өтінді. «Әке, құжат жүзінде ғана. Ертең несие аламын, шаруамды кеңейтемін» деді. Мен сендім, қол қойдым». Қарияның даусы дірілдеп кетті. Содан кейін бәрі өзгерді. «Қалай?» деп сұрады Айнұр. «Алғашында келінім қабағын тиді. Кейін ұлым да суи бастады. Мен сөйлесем, ешкім тыңдамайтын болды. Бір күні екеуі маған, «Әке, бізге бөлек тұрғанымыз дұрыс» деді». Сейітжан ақсақал көз жасын жасыра алмады. «Сол күні өзімді жетім баладай сезіндім». Арман жұдырығын тиіп отырды. «Сонда сізді шынымен үйден шығарып жіберді ме?» «Иә балам». Осы кезде есік қағылды. Арман сыртқа шықты. Көші ауылдан келген курьер қолына бір хат ұстатты. «Мұнда Сейітжан ақсақал бар ма?» «Иә, бар». Арман хатты алып үйге кірді. «Ата, сізге хат келіпті».
Қария таңығап конвертті ашты. Ішінде бір ғана қағаз бар екен. Ол оқи бастағанда өңі бозарып кетті. Қолындағы қағаз жерге түсіп кетті. Ата, не болды? Деп Арман орнынан атып тұрды. Қағазды көтеріп оқыды. Онда бір-ақ сөйлем жазылыпты. Егер 3 күннің ішінде үйге келмесеңіз, қалған заттарыңызды да өртеп жібереміз. Хаттың астында ұлы Нұрланның қолы тұр еді. Үй ішін ауыр үнсіздік басты. Арманның анасы көз жасын сүртті. Айнұрдың жанары жасқа толды. Ал Арман ашуын әрең тежеп: ата, мұны туған бала жаза ала ма? Сейітжан ақсақал үнсіз ғана басын төмен түсірді. Мен әлі күнге дейін оны жаман көре алмаймын балам. Әке жүрегі сондай болады екен. Дәл сол сәтте Арман ішінен бір шешім қабылдады. Ол енді бұл қарияны ешқашан жалғыз қалдырмайтын болды. 3 күн өте шықты. Сейітжан ақсақал сырт көзге сабырлы көрінгенімен, ішіндегі алай-дүлей сезімді ешкім байқамайтын. Ұлының хаты жүрегіне қанжардай қадалған еді. Таңертең Арман жұмысқа жиналып жатқанда: ата, бүгін қалаға бірге жүріңізші. Үйде жалғыз отырғаннан гөрі серуендеп қайтамыз деді. Қария алғашында бас тартты. Жоқ балам, сен жұмысыңды істе. Сізді жалғыз қалдырғым келмейді. Ақыры екеуі жолға шықты. Қаладағы үлкен сауда орталығының жанынан өтіп бара жатқанда, Сейітжан ақсақал кенет тоқтап қалды. Оның көзі қарсы беттегі жас жұбайлар мен 2 баласына түсті. Алдында күріп келе жатқан адам өз ұлы Нұрлан еді. Қасында әйелі Айман, ал 2 немересі мәз болып балмұздақ жеп келеді. Сейітжан ақсақалдың жүрегі шымете қалды. Арман, анау, менің немерелерім, даусы әрең шықты. Ол бір қадам алға басты. Аян, Мәдина. Немерелері бұрылып қарады. Кішкентай Мәдина ата деп қуана жүгірмек болған. Бірақ Айман оның қолынан тартып қалды. Бармайсың. Қыз аңтаң болып анасына қарады. Сейітжан ақсақалдың жүзіндегі күлкі бір сәтте өшіп кетті. Осы кезде Нұрлан әкесін байқап қалды. Қабағы түйіліп, жақындай келді. Мұнда не істеп жүрсіз? Арман оның сөзіне таңырқай қарады. Аға, бұл кісі сіздің әкеңіз ғой. Нұрлан салқын үнмен: иә, бірақ біздің арамызда ешқандай мәселе жоқ. Өз еркімен кетіп қалған. Сейітжан ақсақал үнсіз тұрды. Арман шыдай алмай: өтірік айтпаңыз, сіз хат жазып, заттарын өртейміз деп қорыққан жоқ па? Нұрлан сасып қалды. Ол біздің отбасылық мәселе. Отбасылық мәселе болса, әкеңізді көшеге тастауға бола ма? Айналадағы адамдар бұрылып қарай бастады. Нұрлан ыңғайсызданып: жүріңдер, деп әйелі мен балаларын ертіп кетпек болды. Сол сәтте кішкентай Мәдина қолын жұлып алып, атасына қарай жүгірді. Ата, ол Сейітжан ақсақалды құшақтап алды. Мен сізді сағындым. Қария көз жасын тыя алмады. Немересінің маңдайынан сүйіп: мен де сені сағындым, құлыным. Айман жүгіріп келіп қызды тартып әкетті. Жүр дедім ғой. Мәдина жылап бара жатты. Ата! Сейітжан ақсақал қолын созған күйі қатып қалды. Арман оның иығына қолын қойды. Жүріңіз ата. Қария баяу ғана бұрылды. Бірақ сол сәтте оларды алыстан бір адам бақылап тұрғанын ешқайсысы байқамады. Бұл адам Сейітжан ақсақалдың бұрынғы шәкірті еді. Ол ұстазын танып қалып, көрген жағдайына сене алмай, бірден көлігіне қарай жүгірді. Арман Сейітжан ақсақалды көлікке отырғызды. Қария жол бойы бір ауыз сөз айтпады. Терезеден сыртқа қарап отырғанмен, ойы баяғыда қалғанда еді. Кенет Арманның телефоны шырылдады. Алло, кешіріңіз, сіз Армансыз ба? Иә, менің атым Дәурен. Бүгін сауда орталығының алдында сіздермен бірге болған қарияны көрдім. Ол кісі Сейітжан аға емес пе? Арман таңырқап: иә, сол кісі. Сіз қайдан танисыз? Телефонның ар жағынан ауыр күрсінген дауыс естілді. Мен оның шәкіртімін. Осыдан 30 жыл бұрын ауыл мектебінде бізге тарих пәнінен сабақ берген. Егер бүгінгі көргенім рас болса, менің ұстазым мұндай күнге лайық емес. Арман болған жағдайдың бәрін қысқаша айтып берді. Телефонның ар жағында ұзақ үнсіздік орнады. Мен 1 сағаттан кейін барамын. Мекен жайды жіберіңізші. Кешкісін есік қоңырауы соғылды. Арман ашса, сыртта 45 жас шамасындағы еңселі, жинақы киінген ер адам тұр екен. Қолында үлкен жеміс себеті мен азық-түлік толы қораптар бар. Үйге кірген бойда ол Сейітжан ақсақалды көріп, бірден жақындады. Ағай? Қария жүзін көтеріп қарады. Дәурен, сен бе? Иә ағай. Келесі сәтте еңселі азамат ұстазының қолын алып, маңдайына басты. Кешіріңізші, біз сізді іздемедік, жағдайыңызды білмедік. Сейітжан ақсақал көзіне жас алып: Дәурен, азамат болыпсың ғой. Арман мен оның отбасы үнсіз қарап тұрды. Шай үстінде Дәурен өткен күндерді еске алды. Ағай, есіңізде ме? Менің әкем ерте қайтыс болғанда мектепке киімсіз барып жүретінмін. Сіз өз жалақыңыздан маған қысқы етік алып бергенсіз. Сейітжан ақсақал күлімсіреді. Баланың тоңып жүргенін қалай көрейін? Тек етік емес ағай,
университетке түсуге де сіз дайындадыңыз. Егер сіз болмағанда, бүгін мен мына дәрежеге жетпес едім. Арман таңырқап сұрады. Қазір қайда жұмыс істейсіз? Дәурен сәл жымиып, облыстық білім басқармасының басшысымын. Үйдегілердің бәрі таңғалып қалды. Ағайдың алдындағы қарфынды ешқашан өтей алмаймын, деді Дәурен. Ол сәл ойданып отырып, ағай, енді сіз жалғыз қалмайсыз. Мен сізге жақсы пәтер жалдап беремін. Қажет болса күтуші де жалдаймын. Бірақ Сейітжан ақсақал басын шайқады. Рахмет балам, маған зәулім үйдің керегі жоқ. Ол Арманға қарап жымиды. Мен осы үйден адандықтың жылуын таптым. Арман ыңғайсызданып, ата, мына отбасы мені бөтенсінген жоқ. Маған одан артық байлық керек емес. Дәурен Арманға ризашылықпен қарады. Бауырым, сен үлкен іс жасағансың. Арман көмсіреп, мен тек адамдық парызымды орындадым. Дәл сол кеште Нұрланға күтпеген хабар жетті. Көршісі телефон шалып, әй, сенің әкеңді облыстық бастықтар іздеп жүр екен. Не болған? Нұрлан селкете қалды. Қандай бастық? Білмеймін, бірақ сенің әкең қарапайым адам емес сияқты. Нұрлан алғаш рет мазасыздана бастады. Өйткені ол әкесінің өткен өмірінде қаншама адамның тағдырына әсер еткенін ешқашан ойламаған еді. Ал бұл оқиға оның өмірінде бүкіл отбасының тағдырын да өзгертетін үлкен бетбұрыстың бастамасы болатын. Ертеңіне таңертең Нұрлан жұмысқа келгенімен ештеңелі көңіл соқпады. Кеше көршісінің айтқан сөзі санасынан кетпей қойды. Облыстық бастықтар іздеп жүр. Бұл қалай? Ол бұрын әкесін қарапайым зейнеткер ғана деп ойлайтын, бірақ соңғы күндері естіген әңгімелер көңіліне күдік ұялата бастады. Түске таман телефоны тағы шыр етті. Алло, Нұрлан, мен Болатпын. Мектепте әкеңмен бірге жұмыс істегенмін. Иә, Болат аға. Сен не істеп жүргеніңді түсініп жүрсің бе? Не болды? Әкеңді көшеге тастапсың деп бүкіл ауыл айтып жүр. Ят емес пе? Сенің әкең бір ауылдың баласын оқытқан адам. Оның шәкірттерінің арасында дәрігер де, судья да, кәсіпкер де, әкім де бар. Нұрлан үндей алмады. Бүгін мектептің бұрынғы түлектері жиналып жатыр. Барлығы Сейітжан ағайды іздеп жүр. Телефон үзілді. Нұрланның жүрегі дүрсілдеп кетті. Осы уақытта Арманның үйіне бірінен соң бірі қонақтар келе бастады. Алдымен ақ қалат киген орта жастағы дәрігер келді. Ағай, мен Еркінмін. Есіңізде ме? Сіз менің оқу ақымды төлеп бергенсіз. Одан кейін полиция полковнигі келді. Ағай, сіз маған әділ бол, сонда халық сені құрметтейді деген едіңіз. Сол сөзіңіз өмір бойы жадымда қалды. Артынша кәсіпкер әйел келді. Мектепте жүргенде мені ешкім қолдамаған. Сіз ғана, қызым, арманыңнан бас тартпа деп жігер бергенсіз. Кішкентай ғана үйге адамдар сыймай кетті. Бәрі бір адамға, ұстаздары Сейітжан ақсақалға алғыс айту үшін келген еді. Арман үнсіз қарап тұрды. Ол алғаш рет қасында отырған қарапайым қарияның қаншама адамның тағдырын өзгерткен жан екенін толық түсінді. Кешке қарай Дәурен орнынан тұрды. Достар, менің бір ұсынысым бар. Жұрттың бәрі оған қарады. Бір айдан кейін ұстазыңыздың 73-ші туған күні келеді. Сол күнді бүкіл аудан болып атап өтейік. Дұрыс, келістік. Ұстазымыз соған лайық. Үй іші қол шапалаққа толды. Бірақ Сейітжан ақсақал ғана үнсіз отырды. Дәурен жақындап, ағай, неге көңілсізсіз? Қария жай ғана күлімсіреді. Балаларымның бәрі осында екен. Ол айналасына көз жүгіртті. Бірақ туған ұлым жоқ. Үй ішін тағы да үнсіздік басты. Арман қарияның иығына қолын қойды. Ата, біз сізді жалғыз қалдырмаймыз. Сейітжан ақсақал басын изеді. Бірақ дәл сол сәтте есік сыртында бір көлік тоқтады. Есіктің алдына түскен адам біраз уақыт батылы жетпей тұрды. Бұл Нұрлан еді. Ол әкесінің үйге емес, бөтен адамдардың жүрегіне қаншалықты орын алғанын енді ғана түсіне бастаған болатын. Есіктің алдында тұрған Нұрланның қолы қоңырауға бірнеше рет созылып, қайта тартылды. Үйдің ішінен естілген күлкі мен әңгіме оның жүрегін одан сайын ауыртты. Бұл күлкі бұрын өз үйінде естілетін. Әкесі дастархан басында отырып, немерелеріне ертегі айтатын, ал бүгін әкесі бөтен үйде отыр. Нұрлан ақыры батылданып есік қоңырауын басты. Қоңырау үнін естіген Арман есікті ашты. Екеуі алғаш рет бетпе-бет қалды. Сен, деді Арман қабағын түйіп. Мен Сейітжан ақсақалдың ұлымын. Арман үнсіз қалды. Әкеммен сөйлессем бола ма? Арман оның жүзіне ұзақ қарап тұрды. Кеше ғана сауда орталығында әкесіне суық сөйлеген адам бүгін мүлде басқаша көрінді. Кіріңіз. Нұрлан үйге кіргенде бәрі оған қарап қалды. Сейітжан ақсақал да үнсіз көзін көтерді. Әке мен бала бірнеше секунд үнсіз бір-біріне қарады. Бұл үнсіздіктің салмағы жылдарға татитын. Ақыры Нұрлан баяу жақындады. Әке, Сейітжан ақсақал ештеңе демеді. Мен сөйлесуге келдім. Дәурен орнынан тұрып, біз сыртқа шығайық деді. Бірнеше минуттан кейін үйде тек әке мен бала ғана қалды. Нұрлан орындыққа отырды. Дауысы дірілдеп шықты. Әке, кеше сізді көргеннен бері ұйықтай алмадым. Қария үндемеді. Сіздің шәкірттеріңізді көрдім. Олар сізді қалай құрметтейтінін көрдім. Мен сізді мүлде түсінбеппін.
Сейітжан ақсақал жай ғана: «Мұны айту үшін осынша жыл керек болды ма балам?» деді. Нұрланның көзіне жас келді. «Кешіріңізші». «Неге кешірім сұрап тұрсың?» «Үйден қуып жібергенім үшін, анамның көзіндей болған үйді тартып алғаным үшін, балаларымды сізден айырғаным үшін». Сейітжан ақсақал терең күрсінді. «Балам, үй кеткеніне өкінбеймін». Нұрлан басын көтерді. «Онда неге өкінесіз?» Қарияның даусы дірілдеп шықты. «Сенің адамгершілігіңді жоғалтып алғаныңа өкінемін». Бұл сөз Нұрланның жүрегіне найзадай қадалды. Ол еңкілдеп жылай бастады. «Әке, мені кешіріңізші». Сейітжан ақсақал ұлына ұзақ қарады. Сосын баяу орнынан тұрып, оның жанына келді. Қолын ұлының иығына қойды. «Мен сені баяғыда кешіргенмін, балам». Нұрлан әкесінің қолын құшақтап, көз жасын тыя алмады. «Бірақ кешірім алу бір бөлек, сенімді қайта табу бір бөлек», деді Сейітжан ақсақал сабырмен. Нұрлан үнсіз басын изеді. Ол әкесінің сенімін бір күнде қайтара алмайтынын түсінді. Сол сәтте Арман сырттан бәрін үнсіз тыңдап. Ол алғаш рет Сейітжан ақсақалдың жүрегінде ашудан гөрі мейірімнің көп екенін көрді. Әке жүрегі ренжісе де, баласына деген махаббатын жоғалтпайды екен. Бірақ алда Нұрланның шын өзгергенін дәлелдейтін ең ауыр сынақ күтіп тұрған еді. Нұрлан әкесімен сөйлескен күннен кейін күнде хабарласа бастады. Бірақ Сейітжан ақсақал бұрынғыдай бірден сеніп кеткен жоқ. «Қалайсыз әке, дәріңізді іштіңіз бе?» деп телефон шалатын. «Жақсымын балам» деп қысқа ғана жауап беретін қария. Арман дәрін сырттай бақылап жүрді. «Ата, мүмкін Нұрлан аға шынымен өзгерген шығар?» Сейітжан ақсақал ауыр күрсінді. «Адамның өзгергенін сөз емес, ісі көрсетеді балам». Бір аптадан кейін күтпеген жағдай болды. Түн ортасында Арманның анасының жағдайы күрт нашарлады. Қан қысымы көтеріліп, тынысы тарыла бастады. «Арман, жедел жәрдем шақыр», деді Айнұр абыржып. Арман бірден анасын көтеріп көлікке отырғызды. Бірақ дәл сол сәтте көлік оталмай қалды. Қап, ол қайта-қайта кілтті бұрады, пайда жоқ. Уақыт өтіп барады. Анасының өңі бозарып кеткен. Не істерін білмей тұрған кезде қақпа алдына бір қара жол талғамайтын көлік тоқтады. Көліктен Нұрлан түсті. Ол әкесіне әкелген азық-түлікті бермек болып келген еді. Жағдайды көрген бойда: «Не болды?» «Анамның жағдайы ауыр, көлік оталмай қалды», деді Арман. Нұрлан еш ойланбастан: «Тез, менің көлігіме отырғызыңдар». Бәрі жабылып Арманның анасын көлікке отырғызды. Нұрлан бағдаршамға да қарамай ауруханаға қарай жүйткіді. Дәрігерлер науқасты бірден қабылдап алды. Жарты сағаттай уақыт өткен соң ақ халатты дәрігер шықты. «Уақытында жеткізген екенсіздер. Тағы 10-15 минут кешіккенде жағдайы қиындап кетер еді». Арман терең дем алды. Көзінен еріксіз жас шығып кетті. Ол Нұрланға бұрылды. «Рахмет». Нұрлан басын төмен түсірді. «Рахмет айтпа. Бұрын сен менің әкеме қол ұшын создың. Бүгін мен тек адамдық борышымды өтедім». Осы сөзді сырттай тыңдап тұрған Сейітжан ақсақалдың жанары жасаурап кетті. Ол баяу ғана ұлының жанына келді. «Балам», Нұрлан бұрылды. «Бүгін сен маған үй әкеліп берген жоқсың. Бірақ адамдық қасиетіңнің қайта оралғанын көрсеттің». Нұрлан көз жасын жасыра алмады. «Әке, мен бәрін қайтара алмаймын, бірақ қалған өмірімде сізді жерге қаратпауға уәде беремін». Сейітжан ақсақал үндемей ұлын құшақтады. Осы көріністі көрген Арманның да көзіне жас келді. Бір кездері бір-бірінен алыстаған әке мен бала арасындағы мұз енді ғана ере бастаған еді. Бірақ Сейітжан ақсақалдың өмірінде оларды әлі де таңғалдыратын бір құпия бар болатын. Арада бір ай өтті. Сейітжан ақсақалдың 73-ші туған күніне ауданның түкпір-түкпірінен адамдар жиналды. Мектеп мұғалімдері, бұрынғы шәкірттері, көршілері, ауыл ақсақалдары бәрі өздерінің ұстазын құттықтауға келген еді. Мәдениет үйінің іші лық толды. Сахнаға шыққан әр адам Сейітжан ақсақалдың жасаған жақсылығын айтып, алғысын білдірді. «Егер Сейітжан ағай болмағанда, мен дәрігер болмас едім. Мені жаман жолдан алып қалған осы кісі. Әкемнен айырылғанда әкелік мейірімді осы ұстазымнан көрдім». Зал іші қайта-қайта қол шапалаққа бөленді. Ал Сейітжан ақсақал үнсіз ғана көз жасын сүртіп отырды. Кеш соңында жүргізуші: «Енді сөз кезегі мерейтой иесіне беріледі», деді. Сейітжан ақсақал баяу сахнаға көтерілді. Микрофонды қолына алып, жиналған жұртқа ұзақ қарап тұрды. «Балаларым, мен бүгін өзімді ең бақытты адам сезініп тұрмын». Зал тып-тыныш бола қалды. «Мен өмір бойы байлық жинамадым, бірақ адам жинадым. Бүгін соның жемісін көріп тұрмын». Ол Арманға қарап жымиды. «Бір ай бұрын мені туған ұлым емес, бөтен бір жігіт қолынан жетектеп үйіне алып барды. Ол маған тек баспана емес, үміт сыйлады». Арман ұялып басын төмен түсірді. «Арман, бері кел балам». Арман сахнаға көтерілді. Сейітжан ақсақал оның қолынан ұстап: «Осы жігіт маған бір нәрсені үйретті. Туғандық тек қанмен өлшенбейді. Туғандық жүректегі мейіріммен өлшенеді». Зал ду қол шапалақтады. Осы кезде Нұрлан орнынан тұрып сахнаға көтерілді.
Ол әкесінің алдына келіп, жұрттың көзінше тізерлеп отырды. Әке, мен сізді қатты ренжіттім, мені кешіріңіз. Залда отырғандардың көбі көз жасын тыя алмады. Сейітжан ақсақал оның орнынан тұрғызды. Балам, қателеспейтін адам жоқ, бірақ қателігін мойындап, түзелуге тырысқан адамнан үміт үзілмейді. Нұрлан әкесін құшақтап ұзақ жылады. Арман да көз жасын сүртті. Бірнеше күннен кейін Сейітжан ақсақал ауылдағы өз үйіне барды. Нұрлан үйдің құжаттарын әкесінің алдына қойды. Әке, бұл үй өзіңіздікі. Мен оны қайтадан өз атыңызға рәсімдеттім. Сейітжан ақсақал қағаздарға қарады да жай ғана күлімсіреді. Рахмет балам, бірақ менің саған бір өтінішім бар. Айтыңыз, бұл үй саған аманат, бірақ бір шартпен. Қандай шарт? Бұл шаңырақтың есігі ешқашан мұқтаж жанға жабылмасын. Бір кездері мені бөтен адамдар паналатты. Енді сен де сол жақсылықты жалғастыр. Нұрлан үнсіз басын изеді. Уәде беремін әке. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Нұрлан әкесіне жиі келіп тұрды. Немерелері атасының қасында демалыс күндерін өткізетін болды. Арман болса бұрынғыдай Сейітжан ақсақалдың халін сұрап үйіне керіп кетіп жүрді. Қария екеуіне бірдей қарап, бірім ханым, бірім жаным деп күлімсірейтін. Көктемнің жаймашуақ күндерінің бірінде Сейітжан ақсақал ауылдағы орындықта отырды. Екі жағында Арман мен Нұрлан, алдында асыр салып ойнап жүрген немерелері. Ол көк аспанға қарап, іштей өмірлік жары күләшқа тіл қатқандай болды. Көрдіңге күләш, жүрекке себілген мейірім ешқашан жоғалмайды екен. Жақсылықтың жолы әрқашан өз иесіне қайта оралады. Самал жел ақсақалдың ақ шашын баяу тербеді. Оның жүзінде өкініш емес, тыныштық бар еді. Өйткені ол өмірдің ең үлкен ақиқатын түсінді. Адамды бақытты ететін дүние байлық та, үлкен үйде емес. Адамды бақытты ететін мейірім мен кешірім. Құрметті көрермен, егер бұл оқиға жүрегіңізге жетіп, сізге ой салған болса, арнамызға тіркеліп, бейне жазбаға лайк басуды ұмытпаңыз. Пікірге өз ойыңызды жазып кетіңіз. Сейітжан ақсақалдың орнында сіз болсаңыз, ұлыңызды кешірер ме едіңіз? Сіздің әрбір лайкыңыз, пікіріңіз және бөліскеніңіз бізге осындай өмірден алынған әсерлі әңгімелерді жалғастыра түсіруге үлкен қолдау болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.